Саламатсыздар ма? Менің есімім Жанна Жарылқасынқызы. Мен сіздерге бүгін Facebook мәңгіге, егер біз таргет жіберіп жүрген фейсбугіміз мәңгіге блокқа кететін болса, біздің ең алғашқы істейтін іс-әрекетіміз қандай болу керек? Сол туралы айтатын боламын. Маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген пайдалы ақпараттар болады. Енді қараңыздар, егер сіздің фейсбугіңіз блокқа түскен болса, сіз фейсбукты полностью өшіруіңіз керек. Неге? Себебі сіздің фейсбугіңіз полностью өшірмей, сіз басқа фейсбук ашатын болсаңыз, сіздің фейсбугіңіз тағы да блокқа түсіп қалуы мүмкін. Яғни, данный сақталып тұр фейсбукта. Сіздің фейсбугіңіздің данный сақталғаннан кейін, бұрын сонды бұл блокқа кеткен, осындай әрекет жасаған деген данный сақталып тұрғаннан кейін, сіз тағы фейсбук ашатын болсаңыз, сізді блокқа тастай береді. Сондықтан блокқа кеткен фейсбугіңізді мәңгіге өшіруіміз керек. фейсбуктың өзін полностью. фейсбук бір айда толық өшіп шығады. Содан кейін біз өзі басқа фейсбугімізді ашып жұмыс жасай беретін боламыз. Біз фейсбукты мәңгіге өшіру үшін оң жақтағы жоғары жақта 3 сызыққа кіреміз. Кірген кезде бізде астына қарай түсеміз, настройка и конфиденциальность деген бөлімге кіреміз. Содан кейін бізде настройка деген бөлім шығады. Тоже соған кіреміз, настройкаға. Оның астында тұрады. Потом бірінші тұрған личные данные информация деген бөлімге кіреміз. Бірінші тұр міне. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін астында управление аккаунт деген бөлімге кіреміз. Кірген соң бізде астында тұрған тоже удаление деп тұр, деактивация удаление. Соған кіреміз. Кіргеннен астында удаление аккаунт бөлім басамыз. Яғни бізге мәңгі өшіру қажет. Көк кнопканы басамыз. Содан кейін бізде осындай бөлім шығады. Яғни не үшін өшірейін деп соны белгілейсіз. Мысалы, өзіңіз білесіз, любой баса салсаңыз болады. Потом көк кнопканы басамыз. Дальше кетеміз. Бұл жерде ештеңе істемейміз. Көк кнопканы басып өтеміз. Дальше. Потом бұл жерде де ештеңе істемейміз. Астына қарай түсіп, қазір көк кнопка шығады. Соны басатын боламыз. Вот, осы удаление аккаунт деген бөлімді басамыз. Басқа не бізге паролін жазып кір дейді. Өзіміздің паролін жасамыз фейсбуктың. И көк кнопканы басып кіріп, вот удаление аккаунт дегенді басамыз.